Gitпен жұмыс жасаған кезде ең бірінші тексеретін нәрсе бұл конфигурация. Кемінде бір 3 конфигурацияны тексеру керек. Git config user name. Мысалы, менде конфигурация жасалған екен. Git config user email. Және үшінші editor. По умолчанию. Config. Біз жаңа орнатқан кезде editorды беріп кеттік. По умолчанию ол Vim тұғын. Біз Visual Studio Code'қа ауыстырып кеттік. Co-editor. Яғни, вроде барлығы дұрыс. Егер сіздерде бұлай конфигурация жасалмаған болса, онда беруге болады. Git config global username и аттарыңызды жазып кетесіздер. Ал мен Даулет. Тура солай emailға да user email поштаңызды жазасыз. Және git config co-editor и exe файлын атын жазасыз. Код. И полный путь жазып шығасыз. Осылай конфигурация жасап шығу керексіздер.